Баршаңызға сәлем. Бүгін тұздалған қияр дайындаймыз. Осы жолмен дайындасаңыздар, банкаларыңыз атылмайды. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өте дәмді және қытырлақ болып шығады. Бірінші, қиярдың орташа түрінен алған дұрыс. Үлкен емес, кіші емес, орташа түрін алдым. Қиярды жуып тазалап, екі шетін кесіп, 2 сағатқа суға батырып салып қойдым. Крышкалар мен банкаларды стерильдеп дайындап аламыз. Міне 2 сағат уақыт өтті. Осындай таза губканың көмегімен сыртын жақсылап тұрып жуамыз. Міне екінші ыдыстағыны да осылай тазалап жуып шығамыз барлығын. Жуып тазалап болғаннан соң қайтадан суға батырып, тағы да 2 сағатқа қойып қоямыз. Хрен жапырағы мен чесногымызды да осылай қайнаған суға бір батырып стерильдеп аламыз. Міне 2 сағат уақыт өтті. Енді суды үлкен кастрюльге қайнатып, жуылған қиярларымызды осы ыстық суға саламыз. Ыстық суда 5 минуттай тұрғаннан кейін қайтадан сүзіп аламыз. Бұл стерильдеудің тағы бір этапы. Ешқандай да солып қалмайды, ол жағын уайымдамай қойыңыздар. Видеоның жоғарғы жағындағы подсказканы басып, осы суреттегі видео рецепттерді көре аласыздар. Енді стерильденген дайын банкымызге ең бірінші астына хрен жапырағын осылай 2-ге бүктеп төсеміз. Оның үстіне 4-5 штук чеснокты саламыз. Енді қиярларымызды осылай әдемелеп орналастырамыз. Тығыздап орналастырған дұрыс. Міне бір банкымыз дайын болды. Міне тағы екінші банкіге салып жатырмын. Мұқият қарап көріп алыңыздар. Дәл осы рецептпен жасаған болсаңыздар, өте дәмді болып шығады және жақсы сақталады. Ешқандай да атылмайды. Ендігі кезекте лавр жапырағын саламыз. Әр банкіге 2 штук, 3 штуктан салғысақ жеткілікті. Менде 2 литрліктен 5 банкі шықты. Барлығыне лавр жапырағын салып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды толтырып құйып, 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымда әр 2-3 күн сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Енді жаңағы құйған суымызды 10 минут өткеннен кейін осылай төгіп тастаймыз. Осы видеоның астына описание бөліміне ингредиенттерінің барлығын жазып кетемін. Ендігі кезекте барлық банкыға осындай жарты ас қасықтан қара домалақ бұрыштан салып шығамыз. Әр банкыға 2 ас қасықтан тұз саламыз. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 1 литрлік банкіге 1 ас қасық тұз жетеді. Енді шекер саламыз. Әр банкіге 1 ас қасықтан шекер салып шығамыз. Уксусты 1 чай қасықтан құйдым. Аспирин қышқылын 2 штуктан салып шықтым. Ең соңында лимон қышқылынан жарты шай қасықтан салып шықтым. Осы лимон қышқылы банкының атылып кетпеуіне көмектеседі. Енді барлығына қайнап тұрған ыстық суымызды құйып шығамыз. Міне барлығына ыстық суды құйып болдым. Енді крышкаларын жауып, барлығын закрывашкамен, яғни банка жапқышпен осылай әдемелеп
жауып шығамыз. Дұрыстап жабылғанын қадағалаймыз. Жауып болғаннан соң осындай төсеніштің үстіне аунатып көрсеңіздер болады. Жабылған банкаларды төңкеріп, үстіне қалың пледпен орап, суығанша қойып қоямыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.